Наурыз мейрамының жаңа логотипі туралы не білеміз? Қызғалдақ. Көктемгі кілемді көркейтіп тұрған қызғалдақ мәдени және тарихи мәні бар символ. Мәселен, қазақ жерінде тамырын кең жайған қызғалдақ байлық пен биліктің белгісі. Ол Қазақстанның бірегейлігін және оның бай мәдени мұрасын көрсетеді. Логотипте үш қызғалдақтың салынуы да кездейсоқ емес. Ол уақыттың үш кезеңін, яғни еліміздің кешегі тарихын, қазіргі дамуын және келешек бағдарын бейнелейді. Қазақ халқында үш саны аса киелі. Үш ғайып, үш даусыз, үш байлық секілді ұғымдар жетерлік. Логотипте қолданылатын түстер мен реңктер ұлы даланың байлығын, оның алуан түрлілігі мен ырыс берекесін, халқымыздың күші мен қуатын, ұлттың болашақ өзгерістерге деген оптимистік көзқарасын білдіреді. Жасыл түс өмірді, өсуді және жаңаруды. Қызғылт сары түс таң шапағының сұлулығы мен таңда туар шабытты білдіреді. Ұлттық элементтері бар қолөнер стиліндегі логотип мәдениетіміздің терең тамыры мен байлығын еске түсіреді. Бұл логотип мерекенің жаңа мазмұнмен байып, қайта жаңғыруының символы.